Қазір бір сұраққа шын жауап беріп көр. Ешкім естімейді. Тек өзің. Егер ертең табыс мүлдем тоқтаса, сен не істейсің? Осы сұрақтан кейін ішінде бір қысым пайда болды ма? Міне, бұл кедейліктен қорқу. Кедей ол айқын емес. Кейде біз оны сақтық, алдын ала ойлау деп атаймыз. Бірақ түнде ұйқы қашса, болашақ туралы ой маза бермесе, ол жай сақтық емес. Бұл қорқыныш. Адамды артық жұмыс істеуге мәжбүрлейді. Тыныштықты ұрлайды. Өмірді ертеңге ысырады. Бүгін біз осы үнсіз қорқынышты қабат-қабат ашамыз. Ақша туралы емес, жүрек туралы сөйлесеміз. Алдымызда сұрақ тұр. Кедейліктен қорқу қайдан шығады? Кедейліктен қорқу жаңа құбылыс емес. Ол ата-анамыздан, қоғамнан, өткен тәжірибеден қалыптасады. Көпшілігіміз ақша болмаса адам емессің деген сөзбен өстік, солай емес пе? Жоқшылық көрген үлкендердің әңгімесін тыңдап өстік. Қиын кезеңдерде бастан өткердік. Сол үшін миымызда бір ой бекітті. Ақша тен қауіпсіздік. Бүгін бізге, достар, статистика не дейді? Қорқыныш сезім емес сияқты көрінеді, бірақ ол нақты деректермен байланысты. Халықаралық әлеуметтік зерттеулерге сүйенсек, адамдардың 70-75% ертең ақшасыз қалам ба деген ойды кемінде айына бір рет ойлайды. Табысы орташа және жоғары адамдардың 60%-дан астамы өзін қаржылық тұрғыда қауіпсіз сезінбейді. Қаржылық қорқыныш ұйқысыздықтың және созылмалы күйзелістің алғашқы 3 себебінің бірі. Яғни, мәселе тек табыстың аздығында емес. Кедейліктен қорқу бұл миға үнемі қысым, жүрекке тұрақты ауырлық, болашақты қара түспен көру. Сондағы қорқыныш қалай басқарады? Кедейліктен қорқу адамды қалай өзгертеді? Адам артық жұмыс істейді, бірақ демалмайды. Бір нәрседен айырылып қалам деп тәуекел етпейді. Жан тыныштығын құрбан етеді. Ақшаны мақсат емес, құдайдай көреді. Қорқыныш байқатпай басқаруға көшеді. Өмірден алынған оқиға. Бір отбасылы ер адам былай деген еді: менің айлығым жаман емес, бірақ 3 ай жұмыссыз қалсам бәрі құлайды. Осы ой мені күнде қысады. Ол адам кедей емес еді, бірақ ол кедей болып қалудан қорқатын. Міне, қорқыныштың күші осында. Ол нақты жағдайға емес, мүмкін болатын сондай бір жағдайға әсер етеді. Неге қорқыныш кетпейді? Өйткені біз тірегімізді қате жерге қойдық. Егер тірегін ақша болса, онда ол тұрақсыз. Жұмыс болса, ол уақытша. Адамдар болса, олар өзгереді. Сонда адам неге сүйену керек? Осы жерде рухани тереңдік басталады. Киелі жазбада Құдайдың сөзінде, Інжілде былай делінген: ертеңгі күн үшін алаңдамаңдар. Бұл не дегені? Бұл жауапсыз бол деген сөз емес. Бұл қорқынышпен өмір сүрме деген сөз. Құдай, ол қамқор, бұл бір тұмар емес. Бірақ сондағы ол қамқорлық көрсеткісі келеді. Киелі жазбада, сондағы Інжілде тағы былай жазылған: аспандағы әкелердің сендерге не керегін біледі дейді. Бұл сөздер кедейліктен қорқатын адамға арналғандай. Құдай сенің шотыңды ғана емес, жүрегіңді де көреді. Сенім қорқынышта қалай женеді? Сенім бұл көзі жұмып отыру емес. Сенім бір жағдайды мойындап, бәрін жалғыз өзін көтермеу.
келесі сөздерді оқып берейін келесі жазбадан. Забур жырында Дәуіт мынандай сөздер жазған: Раббы, менің бағушым, мен ештеңеден тарықпаймын дейді. Бұл сөзді жазған адам сарайда емес, көп қиындықты көрген еді. Забур кітабын кітапты оқысаңыздар, көптеген нәрселерді байқайсыздар. Әсіресе Забур жырының алдында патшалықтар бар. Дәуіт патшалықтардың кезіндегі ең біріншілердің бірі. Санымен айта кетсек, екінші патша болған. Бұл сөзді жазған адам жаңа айта кеткендей сарайда емес, көп қиындық көрген адам. Сенім қорқынышты бірден жоймайды, бірақ ол қорқыныштың даусын бәсеңдетеді, адамға ішкі тірек береді. Мен жалғыз емеспін деген ой сыйлайды. Қорқыныштан босау бір сәттік емес. Қорқыныш бірден кетпейді, бірақ әр сенім қадамы ойды тыныштандырады, жүректі жұмсартады, адамды еркін етеді. Адам Құдайға сенгенде қорқыныш басқармайды, үміт басқарады. Сен, мен, біз жалғыз емеспіз. Егер сен осы подкастты тыңдап отырып, бұл мен туралы деп ойласаң, сен жалғыз емессің. Құдай сенің күресіңді көреді. Бүгін қаншама адам күресуде қорқынышпен, осындай жағдаймен. Бірі өзі күресуге тырысады. Бір жерде несие алып, алдыңғы несиені жабады. Әрине таныс, жиі кездесетін осындай нәрсе емес пе? Біреуден қарызға ақша алады да, басқа алдында алған қарызын жабуға тырысады. Сонымен күннен күнге күн көруге тырысады. Не істеуге болады, достар? Үмітпен аяқтайық, достар. Сонында бір аятпен аяқтағым келеді. Бар уайымдарыңды оған тапсырыңдар, өйткені ол сендерге қам жейді. Кедейліктен қорқу шынайы, бірақ Құдай одан да шынайы. Ақша кетуі мүмкін, бірақ сенім кетпесін. Өйткені Құдай бар жерде үміт бар, жол бар, тыныштық бар. Жаратушы ешқашан қалдырған емес. Керек кітапты қолыңызға алып, оқып көрсеңіз ғой. Ең бірінші адамдардан бері, қазір уақытқа дейін адамдарды қалай жетеледі, қалай құтқарды, қалай көмектесті. Бәрі керек кітапта жазылған. Адамдардың мінездері, қиындықтардың бәрі, денсаулығы жайлы, жанұя жайлы. Өте керемет кітап. Сол кітапты оқып, Құдайдың еркін білгіңіз келсе, бізге әлеуметтік желілерде хабарласып жазыңыздар. Біз сіздермен бірге дұға етіп, керек кітапты зерттеуге дайынбыз. Керек кітапта сондай бағалы заттар жазылған. Керек кітаптың тағы бір жерінен андай керемет сөздер бар. Байлықтарыңды бұл дүниеде емес, мәңгілік өмірге деген дүниеде жинаңдар дейді. Өйткені бұл дүниеде бәрі уақытша. Ұрлап кетеді, күл жеп кетеді. Көптеген жағдай болуы мүмкін. Бірақ Құдайға сеніп, мәңгілік деген байлықтарыңызды жинасаңыздар, Құдай ертеңгісін ақысын береді сіздерге. Әрине, бәріміз білеміз, сот күн болады. Сот күні бәріміздің алдымызда тағдырымыз шешіледі. Сондықтан бүгін алдымызда таңдау бар. Біз өмірімізді қалай сүрудеміз? Құдай сізге көмектеседі. Сізді қалдырмайды. Ол өткені сізді сүйеді. Керек кітапта жазылған. Құдай ол сүйіспеншілік.